Сәлем достар, біз дәл қазір Рига қаласында Баркампте тұрмыз. Қалаларында танымал Бақытгүлдің әдебиет блогын білесіңдер және жаңа радионың қазақша нұсқасында. Бақытгүл не болып жатыр, соны бізге айтып өтсең. Сен жазып қазір біз тіркелу процесі өтіп жатыр да, әр елге бөлініп 6-7 адам, әр елдің адамдарын тіркеп, оларға қажет заттарын беріп жатыр. Содан кейін 10:30-да ашылуы болады, және келген адамдар презентацияларын үлкен қағаздарға жазып жатыр. Сондықтан бірмен сөйлесіп, танысып, пікір алмасып. Қасында көршін таныстырып өтсең. Қасында Михаил Латвиядан, оның бір несі бар. Қуаныш тұрған презентациясында дайындалып жатыр. Newsmaster LV деген өзінің сайт жасайды, ол жерде көптеген информация, мысалы әртүрлі жерде РСС арқылы жазылған информацияны табуға көмектесетін нәрсені жасап жатыр екен. Михаил, да? Михаил, про Казахстан когда-нибудь что-нибудь слышали? Я, конечно, слышал. Ага. Бывали когда-нибудь? К сожалению, нет. Я надеюсь, что однажды я обязательно приеду в Казахстан. Так же, как вы к нам, вы когда-нибудь к вам приедете. Хорошо. Мына дәл Қазақстанда сіздер тіркеуді жазатын Ахалықтың тобының мүшелерін көріп отырсыздар. Бұл жерде бірнеше адам еріктілер жиналған. Мына келген Қарақұрым халықтың барлығы осы Баркампке қатысушылар болып табылады. Мынау ең үлкен жол. Одан әрі жүретін болсақ, мына жердегі кішкентай бөлме. Мен қазір көрсетуге тырысайын. Бұл жақта адамдар кешіріңіз. Мынау адамдардың барлығы ноутбукпен, лаптоппен, мұнда Wi-Fi бар. Мынау адам өзін интернет тексеріп жатыр. Мынау Қырғызстаннан келген Бектор. Бектор, hello. Ты видео снимаешь? Да. Бектор клуб жобасының жетекшісі болып табылады. Мына бөлмелердің барлығында бұйырса осындай жиналыстар өткізілмек. Мен дәл қазір мына бөлмеде отырмын. Мына отырған Вадим бізде жаңа радиодағы Түркменстан, жоқ Тәжікстан блогын жүргізеді. Hello. Осындай кішігірім бөлмелерде қазір бұйырса әркім өзінің презентациясын жасайды, жобаларын мұнда отқан. Бұл да тәжікстандық біздің достарымыз, Талғат аға. Сәлем. Әзірге осы қазір ештеңе бастала қойған жоқ, 1 минуттан соң басталады бұйырса. Мына фотографтар, бұл жерде мұндай фотографтар бірнешеуін көруге болады. Ол мені суретке түсіріп жатыр, мен оны түсіріп жатырмын. Әзірге осы.